Қайырлы күн, құрметті біздің көрермендер, тыңдармандар. Тамырлас подкастына қош келдіңіздер. Бүгін біз келесі өзіміздің подкастымызды жазуға дайынбыз, және бүгінгі қонақты да таныстыруға дайынбыз. Әрине, бәріміз наурыз айында кездесіп отырмыз. Наурыз айы жақсы мерекелерге толы. Дәл осы наурыз айында біз бір-бірімізге қаншалықты жақынбыз? Бір-бірімізді не жалғастырады және кім арқылы бір-бірімізбен жақын боламыз? Біздің бүгінгі спикеріміз меніңше өз өмірінен де осы сұраққа жауап беруге мүмкіндік бар, және де біріншіден адамды адам басқа адаммен жалғастырады деп айтушы едім осы бүгінгі подкастты бастағанда. Өйткені бүгінгі біздің қонағымыз Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, филология ғылымдарының кандидаты, сонымен қатар біздің Қазақстан Республикасының аудармашы синхронистің көшін бастаған бірінші маман, сонымен қатар Қазақстан халқы ассамблеясының аналар кеңесінің төрағасының орынбасары Әлпейісова Камал Абылқасымовна. Қош келдіңіз. Келгеніңізге көп рахмет. Шақырғаныңызға рахмет. Енді біз өзіміз қазір Камал апай деп жүрміз. Сондықтан әрине Камал Абылқасымовна міндетті түрде, ресми түрде, ал бүгінгі біздің енді тамырлас әңгімемізді Камал апай деп бастасам ренжімейсіз ба? Өте дұрыс. Рахмет үлкен. Енді біздің сұрағымыз спикердің өзінің өмір баянымен байланысты болады. Қаншалықты сіздің өзіңіздің өмір жолыңыз осы біздің қоғаммен байланысты, ол түсінікті. Сіз енді істеп келе жатқаныңызға көп жыл болды. Сонымен мынау қазақ тілін дамыту, қазақ тілін аудармасын жасау, бұл біздің республикамызбен бірге дамып келе жатқан істер. Осы өзіңіз туралы айтып кетсеңіз, өзіңіздің осы өмірден түйген негізгі ойларыңызды айтсаңыз. Енді өмірді айту подкасттың аясына сыймайтын шығар. Мен қысқа айтайын. Ең бірінші, Айгүл Кеңбекқызы, мына подкасттарыңыздың аты маған қатты ұнады. Өйткені біз бала кезімізде әкеміздің жолдастары болатын. Енді мысалы туыстары бар, ағайын бар, көкелеріміз, мысалы аталарымыз, оны білеміз ғой. Бір жолдастар болатын, тамыр дейтін оларға. Біз ол кезде менің әкем мал дәрігері, ен далада малшылармен бірге көшіп қонып жүреміз. Әр шопандарға барып жаңа малын қарап жүреді ғой. Сонда тамыр деген адамдарының түрі, тілі біздің үйренген адамдарға ұқсамайтын басқа біреулер болатын. Тамыр, тамыр. Олар да келіп папама тамыр деп сөйлейтін. Сосын көп уақыт өткеннен кейін айтайын да, бұл кісілер бізге туыспа деп. Тамыр деп, ол тамыр деген есем жолдас қой деп сөйтті. Мынау малды бағу оңай нәрсе емес қой, ол да өнер ғой. Оның неше түрлі кезеңдері бар, мысалы ұрықтандыру кезеңі бар, жүн қырғу кезеңі бар, тоғыту кезеңі бар, күздік, жаздық маусымдарда атқарылатын жұмыстарда сол келетін мамандар болу керек солар. Сонда жұмыс арқылы жақындасқан адамдар. Жұмысты бірге істей жүріп, бір-бірін адам ретінде таныған адамдар. Сосын олар ағайын емес, туған емес, дос емес, жақын болып кеткен. Яғни тамыр. Олардың тамырластығы мамандыққа байланысты болады. Ал былай қарасаң өмірде тамырластық деген әр қоғамның әр санатында әртүрлі бола береді. Біздің де балалық кезіміз, жастық кезімізде біз кеңес дәуірінің 100 ұлттың лабораториясы деп атаған Қазақстанда туып өстік қой. Сондықтан бізге таңсық емес. Басқа ұлттармен, ол кезде этнос деген сөзді де білмейміз. Сол басқа ұлттардың балаларымен бірге ойнау, өсу, оқу табиғи нәрсе болатын. Енді қарап отырсам, олар енді кезінде біз мектептес, университеттес деп айтқанмен, былай қарасақ тамырлас адамдар екен. Біздің осы жерде қазақ жерінде туып өскен басқа этностың адамдарының тіреп тұрған табаны қазақтың жері. Мысалы жерден тамырланып өскен ағаш бәйтерек қандай болса, олар да осы біз жүрген жермен жүріп,
біз жерден жүрдің қуатын бойына сіңіріп, сол жердің суын ішіп өскен адамдар бізге сол арқылы жақын болады. Олардың менталитеті де өздерінің тарихи отанындағы ұлттардан басқаша болады. Мен кандидаттық диссертация қорғайын деп жүрген кезде этнолингвистикаға назар аудардық. Сонда мен қызық нәрсені байқадым. Мысалы бізде қазақта бірдеңеге үлкен апаларымыз таңғалған кезде ойбай деп бетін жымшиды ғой. Соны тіпті оны айтпай-ақ та кейде деп отыратын кездер болған. Ал соны мысалы Прибалтика елдерінде, әйтпесе анау Кавказ елдерінде көрсетсе, оны олар түсінбейді екен. Ал біздің жерде туып өскен басқа этнос өкілдері оны түсінеді. Мінекей тамырластықтың бір белгісі сол. Мынау қай жерде тұрдың, жерін жерледің, суын суладың, сол жердің салт дәстүрін, мәдениетін, өмір сүру философиясын бойына сіңіру. Сол арқылы туыстасу, тамырласу деп. Камал апай, көп рахмет сізге. Біз дәл осылай тамырлас атауында жеткізіп едік әлі де біздің көрермендерге. Сондықтан сіздің осылай өте сондай. Ал енді сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, мен негізі жазушымын, білесіздер ғой. Мектепте жүргенде мен математик боламын деп ойлағам. Математиканы өте жақсы көрдім. Бізде қазақта сөз бар, шемішкедей шағат деген. Есептерді солай шығаратынмын. Ұстазым да керемет мені қызықтырып алға басуыма көп көмектесті. МГУ-дың әлгі ғылыми журналдарын серия математическая алдырып беретін, маған соның есептерін шығартатын. Содан сол заманда бүкіл одақтық математикалық олимпиадаға шейін бардым, мысалы. Сөйтіп математик болам деп жүрген кезде 10-шы класста оқып жүрген кезде Қазақстанның жоғары класс оқушыларының арасында туған жерім менің Қазақстаным деген еркін тақырыпта шығарма конкурсы болды. Біздің мұғалімдеріміз сол біздерді талпындырып әрбір конкурстарға қатыстырады ғой. Соған мен әдебиет пәнінің мұғалімі мені қатыстырды. Мен әдебиетті өте жақсы көремін, сүйіп оқимын. Мектептің кітапханасын түгел оқып бітіріп, сол қаланың кітапханаларын, қаланың маңындағы совхоздардың кітапханаларының кітабы оқып жүрген кезім ғой. Содан менің шығармам кетті. Бір күні Алматыдан хабар келді. Мен сол республикалық байқаудың 2-ші орнын алып тұрдым. Содан ол кездегі Қазақстан пионері деген газет болған, Лениншіл жас деген газет болған, радио, солардан журналистер келді. Содан осылай сұхбат алды. Сөйтіп, сол адамдар маған айтты: сенің тілің бай екен, сөздік қорың мол екен, көркем сөйлейді екенсің, сенен мықты журналист шығады, сенен мықты жазушы шығады деп мақтап, біз 16-тан балқып тұрған кезіміз. Өзіңді жасырып күнделік жазасың, өлең жазасың, мысалы, ол да бар. Сөйтіп мен ауып кеттім. Жеме-жемге келгенде, мектеп бітіргенде, сол әдебиет басым болды. Сөйтіп Казгудың филология факультетінде оқуға түскенмін. Бірақ мен әдеби шығармашылыққа кеш келдім. Біріншіден, қыз баланың өмірге жаралғандағы басты миссиясы жаңағы отанасы болу, ана болу деген миссия. Мен 3 баламды өсіріп, жетілдіріп, ол кезде қазіргідей балабақша жоқ, ол кезде қазіргідей бала күтуші жоқ. Бір күн, бір апта жұмысқа барсаң, 2 апта ауруханада жүріп өсірген жағдай. Сол балаларым өскен кезде, есейген кезде ғана ақырындап жаза бастадым. Оның өзінде де мен оны ешбір баспасөзде жариялаған жоқпын. Өзім үшін жазылып жүрді. Соны жазып болып рахаттанып жүретінмін өзім. Біреуге оқыттыңыз ба сонда? Біреулерге оқыттыңыз ба? Бұл бір құпия. Сосын былай болды. Мен бір жерлерге берейін десем, өзім де баспасөзде істедім. Лениншіл жаста Қазақстан әйелдерін десем. Бірақ ана жұрттың керемет классикалық шығармаларын оқығаннан кейін өзім салыстырамын да, ой, менікі нашар деп ойлаймын. Ой, біреулер бірдеңе деп сынап тастаса, мен қарамай кетемін, әрі қарай әдебиетке деп қорқам. Сөйтіп жазбай жүрдім. Менің ең бірінші өзімнің атыммен, жасырын атпен жазып жүрдім. Өзімнің атыммен шыққан әңгімемді менің жолдастарым менің сыртымнан жариялап жүрді. Сөйтіп 40-тан асқанда ғана
жарияланды. Сонда жаңағы өзіңіздің сырттан шыққан, басқан әңгімеңізді көргенде қандай әсерде болдыңыз? Мен оны келе жатқан кезде жұмысқа қызметтік автобуста келеді ғой. Сол автобуста келе жатқанда сенат төрағасының кеңесшісі телефон соқты. Камал Алқасына Жұлдыздан сіздің әңгімеңізді оқып отырмын, керемет деп сөйтті. Ал ол кісі өте лауазымы биік адам. Иә, рахмет деп қойдым. Ішімнен ойлап, не айтып отыр деп, мен Жұлдызға бермегенін білем ғой. Сөйткен кезде қызметке жақындап қалған кезде Дихан Қамзабекұлы деп телефон соқты. Ол кезде Евразия университетінің проректоры. Айтты, апай, Жұлдыздан әңгімеңізді оқып отырмын, тамаша әңгімеңіз деп. Дихан өте ақылды, өте білімді азамат қой. Менен жасы көп кіші. Сонысын пайдаланып, оған енді батыл сөйлей алмайтым. Диханжан, мен Жұлдызға жалпы әңгіме берген жоқпын. Айтамын, мен Егемен Қазақстанға шықты 2 апта бұрын, соны айтып тұрған шығарсың деп. Оның айтқызып, жоқ апай, онысын тыңдамай, жоқ деп. Енді білем ғой бермегенімді. Содан кабинетіме келіп, кабинеттің есігін ашып атсам, бір қызметкерім айтты, Камал Алқасына Жұлдызда сіздің әңгімеңіз шықты деп. Айтты, немене бәрім Жұлдыз, мен берген жоқпын. Сөйтсе, сасық қалған қызметкерім айтады, сіздің фамилияңыз тұр деп қояды. Қане деп есікті де ашпай барып кабинетіне Жұлдызды ашсам, менің әңгімем тұр. Мен тақырыбын көргенде бірден енді көрдім. Менікі деп, бұны кім жіберді деп, де қасымдағыларға. Сосын барып бас редакторына телефон соқтым, таним. Сіз айтам, ойбай, мына жақ шулап жатыр деп сөйтсем, мына жақтан қалай шулап жатқанын білсең ғой, көрдің ба деп. Содан кейін Жұлдыз журналындағылар өздері шықты. Қаламыңыздың қуатын байқадық, стиліңіз ерекше, қайда жүрсіз деп. Сол кезде Заря Жұманова деген жазушы сонда жұмыс істейтін. Сол телефон соғып, ай сайын алдыртып отырды. Сосын мен сондай сол кісіге ризамын. Мынау наурыз біздің алғыс айту күнінен басталды ғой. Менің ақысыз, пұлсыз әдеби агентім сияқты болды сол кісі. Менің әңгімелерімді қояр деп қоймай алдырып алады да, анау журналға береді, мына журналға береді, анау газетке береді, мына газетке береді, сөйтіп барлық жерден мақтау естимін. Құдай-ау, мен жақсы жазады екен ғой деп ойладым. Сөйтіп менің жазушы болуымның алдында біздің әдебиет деген үлкен телегей теңізден олардың бәрі мөлдір бұлақтардан құралады ғой. Сол бұлақтардың бірі сылдыраған аппақ Заря Жұманова деген кісінің менің тамырыма нәр беруімен мен әдебиетші болдым, жазушы болдым деп айта аламын. Сенімді тудырды. Сосын сол жерде әдеби ортадағы атыдардай үлкен кісілермен де сол жетектеп жүріп таныс, мен бармаймын деймін ғой. Таныстырып, сөйтіп, сосын үлкен ағаларымнан кәдімгідей айттым, естідім сондай сөздер. Сосын барып бірте сене бастадым. Сосын жаза бастадым, қорықпай бере бастадым. Осы 28 ақпан күні әдебиет порталында дүрбелең күнгі кездесу деген әңгімем жарияланды. Кеше қарадым, 5 күннің ішінде 1000-ға жуық адам оқыпты уже. Оқырмандарыңыз көп. Ол қаңтар оқиғасына байланысты. Ал әртүрлі тақырыпта жазам. Сұрағыңыз келіп отқанын байқадым. Негізгі тақырып әйел тағдыры. Өйткені мен өзім ойлаймын, адам не нәрсені жақсы біледі, соны жазу керек. Әйелдің басынан өткен жағдайды, оның қалай қиналғанын, оның қалай қайғырғанын, оның қалай қуанып шаттанғанын, қандай ләззат алғанын әйел ғана жаза алады. Меніңше. Сондықтан енді өзің білетініңді жазасың ғой. Сосын әр қызметімде, қызмет орнында жүрген кезде сол жердегі әйелдердің өздерінің өмір сүру салттарына қарай, өздерінің ұстанымына қарай, жалпы өмір жолына қарай бір ойлар келеді. Сол тақырыптарда жазған әңгімелерім бар. Сіз екеуміз енді ассамблеяда таныстық қой. Мен мысалы ассамблеяға келмей тұрып жазған әңгімем бар, шекара асқан сағыныш деген. Онда кезінде мына тәуелсіздік алғаннан кейін бізде көптеген
этнос өкілдері тарихи отандарына кетті ғой, мүмкіндік болды. Ол бір сондай бір түсініксіз кез еді. иә Не болатынын ешкім білген жоқ. О жақта да не болатынын білмей кетті олар. Соған кеткісі келмей артына қарайлап кеткендер көп. Мен сондай адамдарды білемін, өзім араластым өмірде. Солардың біреуінің солай кеткені, артына қарайлап кеткені, сосын кейін айтқан әңгімесі әсер етіп, мен сол шекара асқан сағынышты жазғанмын. Қазақстаннан кеткен кәріс дейміз ғой, біз Корей өкілі және неміс халқының өкілі, солар осында жоғары оқу орнын бітірген 25 жылдықтарынан кездесуге келген кезде, Қазақстанның тәуелсіз алғаннан кейін 20 жыл өткен кез ғой. Сондағы Қазақстандағы керіп, өзектерін өртеген өкініш, әрі елге деген сағыныш, соларын маған айтты. Мен олармен кездестім де, пойызда әңгімелесіп, сол сағыныштарын, сол өкініштерін айтты. Сол маған түрткі болды да, мен осы әңгімені жаздым. Сонда бар, неше жерден тарихи отаны болса да, олардың ата бабасының жері болса да, өзінің туып өскен жері, тамырлаған жері адамға ыстық. әрдайым. Иә. Сондықтан ондай мысалдар біздің қазіргі өмірімізде де көп қой. Кетіп қайтып келгендер де бар. Осында жақында ғана бір неден көрдім. Телеканалдан неміс жігіті таза қазақша сөйлейтін, соны айтып жатыр, ағаларым бәрі қазақтың қызына үйленген. Мен қалай үйленемін, басқа ұлтқа қазақтың қызына үйленемін деп сөйлеп отыр да. Bir türlü келмейді, біздің басқа ұлттарға менің менталитетім келмейді деп қояды ғой. Соны қазақ болып кеткен. Сосын біздің еліміздегі этностарды басқа жақтың сол этностардың өкілдерімен салыстыратын жағдай болды бізде. Ол анау мобилизациядан қашқан адамдар бізге келген кезде, сол адамдардың өздерін ұстауы және біздің сол ұлттың адамдарының өзін ұстауы жермен көктей сөйлесуі. Міне дедім, мынау жердің, топырақтың және сол жерде өмір сүретін халықтың әсері. Соны бойға сіңіріп, жақсысын бойына сіңіргеннен кейін тамырласып достасып кеткен. Өте керемет. Сонда сіздің әр әңгімеңіздің артында бір шынайы бір өмір, шынайы тағдыр жатыр. Бізде мен студенттермен кездесу болады, оқырмандармен кездесу болғанда кейде әр әңгіменің атын айтып, мына өз өміріңізден алдыңыз ба, мынаны өз өміріңізден алдыңыз ба деп сұрақ қояды да. Сосын мен айтам, айналайын, оның бәрі менің басыма өтсе мен нем қалады. Жазушының қиялы деген болады. Әрине бір нәрсе себепші болады. Бір нәрсе себепші болады, түрткі болады. Соны ары қарай сен өріп, мына крем тоққан кезде өрнегін қалай саласың? Сол сияқты дамтасың ойда, қиялыңда. Содан кейін ол қағазға түседі. Осындай әңгіме болады. Ассамблея туралы сөз қозғадыңыз. Енді осы ассамблеяға өзіңіз келіп жұмыс істедіңіз, қоғамдық келісімде, қазір аналар кеңесінде белсенді жұмыс істеп келе жатсыз. Негізі қалай ойлайсыз, біздің Қазақстан Халқы Ассамблеясының біздің қоғам үшін, біздің мемлекет үшін оның маңыздылығы не нәрседе? Негізінен қазір әлеуметтік желіде әлі күнге дейін ассамблея туралы түрлі алып қашпа сөздер айтылып жатады. Мен соларға қарап отырып, осы өзім 15-20 жыл бұрынғы өзімді көремін да. Өйткені мен де ассамблея әшейін неше түрлі әдемі сәнді киім киіп билеп жүрген адамдардың, ән айтып жүрген адамдардың ұйымы деп ойлаған кезім болды. Және сондай ұғымның қалыптасуына біздің бұқаралық ақпарат құралдарының әсері болды деп ойлаймын. Оны өткенде бір журналистке де айттым. Бұл сіздердің кінәларыңыз. Жүгіріп барасыздар да билеп жатқан концерттік нөмірлерді түсіріп қайтасыздар. Ал ол ұйымның мына жерде жұмыс істеп жатқан жұмысы қандай, оның қандай философиясы бар, оның әрбір жобасының астарында не бар, соны айтпайсыздар ма? Сондықтан мынау алып қашпа аңыз сөздердің қалыптасуында сіздердің кінәларыңыз мол деп мен бір жас журналистке айттым.
не нәрсенің болсын тереңіне үңілу керек, астарына үңілу керек деп. Мен ассамблеяны толық білгенім өзім сонда жұмысқа келген кезімде білдім. Мен зейнетке шыққаннан кейін бұрын 23 жыл парламентте істегенде мен аудармашы болдым. Мынау Қазақстандағы ілеспе аударма деген саланың негізін қаладым. Үйреттім, содан диссертация қорғадым, шәкірт тәрбиеледім, методикалық құралдар жаздым. Сондықтан көп министрліктер бізге жұмысқа келіңіз, пенсияға шыққан кезде деп айтатын, барам деп қоятынмын. Соны зейнетке шыққанда жан-жақтан бас салды. Бізге келіңіз. Жоқ, мен бармаймын, мен басқа салаға барамын деп өзім ойлаймын, оқытушы боламын деп ойлап жүргем. Бірақ аяқ астынан осы ассамблеяға келуге бір жағдайлар себеп болды да келдім. Өтініш жасады, тәжірибеңіз керек деп, қоғамдық келісім енді құрылып жатқан. Көмегіңіз керек, мынау аяғына тұрғызуымыз керек деп, тәжірибеңіз керек деген соң келдім. Ең бірінші құжаттарды оқудан бастайсың ғой, ананы түсіну үшін. Оның қандай жобалары бар, мысалы өзі ассамблея туралы ережеден бастап, одан кейін оның міндеттерін, мақсаттарын, сосын іске асырылып жатқан жобалар. Мен келген кездерде Қазақстанның пойызы жүріп жатқан кезде ғой. Бүкіл Қазақстанды аралап жүріп, ауыл-ауылға барып, жүрдек пойыздар тоқтамайтын станцияларға тоқтап, халыққа медициналық көмек көрсетіп, және әлеуметтік көмек көрсетіп, және танымдық көмек көрсетті. Сол бригадалар 2 айдай жүрді. Сосын солардың атқарып жатқан, қай жерге барғанда не істеп жатқандарын оқып, өзің көзбен көріп отырғаннан кейін ойлайсың, қандай мына жұмыс керемет. Және ол ассамблеяның көрсетіп жатқан көмегі болды. Сосын кезінде 1000 бала деген жоба болды. Биыл 15 жыл болды. 15 жыл болды. Сол жобаның басында болдым. Оның негізгі жүргізуші Әділет Дүйсенбиев деген жас жігіт болды. Мен жас үлкен адам ретінде қасында көмектесіп жүрдім. Ол жобаның аты мына мемлекеттік тілді дамыту үшін ол жердегі мемлекеттің халқының бәленбай проценті сол тілде сөйлеу керек қой. Сонда ойлаймыз, тым құрмаса жылына 1000 бала қазақ тілінде сөйлесе, мемлекет тіліміз аяғына нық тұрар еді деген арманнан 1000 бала деген жобаның аты қойылды. Сосын алғашқы кезде облыстық байқаулардан өтіп республикалық деңгейге жеткен балалардың өзінің қазақ тілді игеру деңгейі бір ақ дейтіндей емес еді. Тілдерін кішкене бұрап келтіріп, акцент деген ұрып тұр. Менің атым Петя, мен Карагандыдан келдім деп тұрғанның өзіне мәз болатынбыз мысалы. Әрине, ол ол кезде келе мынау осы 1000 балаға қатысқан балалар басқа ұйымдарға, қозғалыстарға қатысты көріне бастады. Ол да мынау көп әсер етті жас балаларға. Сосын қатысушылардың саны асты. Кейін ол балалар таза қазақша сөйлейтін болды. Акценттері жойылды. Келе ол балалар қазақтың үлкен ақындардың, жазушылардың шығармаларынан үзінді оқитын болды. Келе олар қазақтың әндерін орындайтын болды. Одан кейін олар домбыраны қолға алды, күй тартатын болды. Сонда мен ең соңғы мен үшін керемет жетістік этнос балаларының қазақ тілінде жыр жазу болды. Енді өздері жазатын болды. Өздері қазақ тілінде. Мен сол номинация бойынша жүлде тапсырдым. Сонда айттым, балалар қазақша таза сөйлей бастаған кезде олардың тілі қазақланды. Балалар қазақтың домбырасын қолға алып қазақша ән айта бастаған кезде олардың жаны қазақланды. Ал олар қазақ тілінде жыр жаза бастаған кезде олардың рухы қазақтанды. Біз енді рухты елміз. Енді мына бүгінгі мен қолымнан жүлде алатын балалар енді бір 15 жылдан кейін мен тұратын жазушылар одағының мүшелері болып отырса, мен таң қалмаймын. Және соның ең бастауында алғашқы бұлақтай өлеңдерін тыңдағаныма мен өзім бақытты санаймын деп.
қазір 1000 балаға қатысу деген қандай үлкен конкурс. өте көп бала қатысады, және солардың арасынан уже қоғамдық ортада көрініп білініп жүрген азаматтар Өте көп. бар. Және біздің мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің бір сөзінде айтты ғой, мемлекеттік тілді білу ол әлеуметтік лифт деді. Ол да балаларға ой салды. Ақыры сен осы жерде тудың, ақыры сен осы жерде өстің, ақыры сен осы жерде қызмет етесің. Онда неге сен жоғарыға талпынбайсың? Генерал болуды армандамаған солдат емес дейді. Сондықтан неге олар шындығында депутат болмайды, неге олар министр болмайды? Ол үшін негізгі мемлекеттік тілді жақсы біл. Ол да мен жақсы бір халық арасына кеткен жақсы месседж болды деп ойлаймын. Ассамблеяның өте мықты, сондай көп жылдар бойы дамытып келе жатқан бір ізді, бір жүйелі түрде жасалған жоба. Сосын тағы бір нәрсені мен айта кеткім келеді. Ассамблеяның ішінде жүргенде, мынау осы жерде жүрген халықтардың, этностардың бәрінің ұлтқа, ұлысқа, тілге, ділге бөлінбейтін бір тұтас халық екенін енді бетін аулақ қылсын. Мынау табиғи апаттар кезінде мен тура сол қоғамдық келісімдегі штаб квартира сияқты болдық. Сол бүкіл өңір-өңірден келіп жатқан ақпараттарды қорытып, сайттарға салып отыратын жұмыс істедім. Сонда олардың мынау Арыстағы жарылыс кезінде қандай көмек көрсеткен, Мақтааралды су басқан кезде қандай көмек көрсеткен, әйтпесе анау Екібастұздағы қазандық жарылған кезде қандай көмек көрсетті. Былтырғы ғаламат су тасқыны кезінде мысалы әрине цифрлар белгілі, әрине жіберілген КамАЗдардың саны, жүктердің салмағы белгілі, бірақ соны айтпай қойсаңыздар деп, қайырымдылық деп айтатындарын айт. Ал қайырымдылық деген, асар деген ол қазақтың сөзі ғой. Міне бұның өзі біздің қазақтың топырағындағы туған, сонда өсіп өнген этностардың қазақланғанын көрсетеді. Тамырларымыздың бір екенін көрсетеді. Тамырлары терең, біздің жете сіңісіп кетті. Және сол тамырлар былай тарихи отанымыз деп көшіп кеткен талайлар сол тамырларын үзе алмай қайтып келді ғой. Қайтып келді. Біразын өзімізде көрдік. Мына ассамблеяның сессияларын дайындау кезінде мысалы сөйлесеміз. Сосын мен бір Алтыншаш Қайыржанова Жағанова деген қоғам қайраткері, мемлекет қайраткері апамыз бар. Сол кісінің отбасының, анасының тағдырын арқау қылып Мүслима деген спектакль қойылған кезінде Болат Атабаев қойды. Ол республикалық неміс театрында жүрді. Сонда оған себеп болған немістердің автономиясы күштеп жабылған кезде қазақ жеріне келген немістерді кәдімгідей таратып берген ғой. Сонда 5 балалы әйелді Алтыншаш Қайыржанқызының шешесі әке-шешесінің үйіне берген. Әкесі соғысқа кеткен, шешесі Мүслима. Сол ең алғашында енді ана жақта соғыс болып жатыр. Мынау сол ұлттың адамдары. Біз енді ол жерде былай бөліп, мынау фашистер, мына немістер деп бөле алмаймыз ғой. Және бірақ аналардың түрін көріп жүректері езіліп көмектеседі ғой. Сөйтіп жүргенде анау жолдың қиындығын, өмірдің соққысын бәрін көтере алмаған балалардың анасы қайтыс болады. Жаңа ана балалар, неміс балаларды Мүслима шешеміз асырап өсірген. Сонда бір қызығы, сол балалар, неміс балалар, Алтыншаш Қайыржанқызының әкесі жылқышы кісі екен. Ат баптайтын, жылқы бағатын кісі. Ана балалар жылқышы өскен. Мысалы. Сосын айтады да, ойбай дейді, бармаймыз деп айтады дейді. Барасыңдар ма деп сұрасақ. Мінекей сондай отбасылар көп бізде. Өте керемет сіздің әңгімеңіз. Көп біздің қарап отқан көрермендердің де өздерінің естеріне сондай бір тарихи мысалдарды естеріне алады деп ойлаймын. Әрине, өйткені біздің қазақ отбасыларында осындай көптеген құпиялар бар, шындап айтса. Мүмкін белгілі бір уақытта оны айтпады, жарияламады.
енді шығып жатыр. Өздері емес, балалары, немерелері айтып жатыр осындай әңгімелерді. Енді олардың айтпаған себебі де заман сондай болды ғой. Иә. Өздерде ол тақырыпта сөйлеудің өзі қауіпті болды. Сондықтан мен жасым осындайға келгеннен кейін шығар, мен оны түсінемін. Жас кезде түсінбейсің ғой, неге деп. Сөйтсең саясат қандай болса, бұқаралық ақпарат құралдары сондай, оқулық сондай. Сондықтан аны кінә артуға да болмайды. Ал сондықтан олардың сол өздерінің тарихи шындығын білуге себепші болған біздің алғыс айту күні. Иә, осы тақырып өте керемет тақырып. Наурыздың 1-ші күні алғыс айту күні, және өзіңіз де соған атсалыстыңыз. Осы алғыс айту күнін жариялау үшін және соны атап өту үшін де осының мағынасын тағы бізге бір айтып берсеңіз. Иә, алғыс айту туралы жарлық 15-ші жылы жарық көрді. 16-шы жылы бүкіл республика бойынша тұтас барлық жерде атап өтілу керек болды президенттің жарлығы. Бірақ көп адам оған дайын болған жоқ. Бір жағынан мынау жарлықтың 1-ші тармағы бар. Бұл этнос өкілдерінің қиын кезде бауырына басқан қазақ халқына алғыс айту күні деген сол сөйлемді түсінбеді. Қазақтар болса, ойбай, біз өте қарапайым халықпыз ғой. Қалай айтамыз деп. Ал этнос өкілдерінің ішінде мынау тарихын білмейтіндер, неге біз олай істеуіміз керек деп. Ондай сөздер шықты. Мен сондай сөздің біреуіне куә болдым. Батыс Қазақстан облысында іссапарға барғанымда, сол жердегі қоғамдық келісімнің қызметкерлері айтты. Бізге осылай деп айтып жатыр этностар, не істейміз деп. Сосын мен айттым, қазір мен сөз сөйлегеннен кейін маған кімнің сұрағы бар деймін, сонда осы сұрақты маған қойыңдар, орысша қойыңдар, мен жауап берейін, бәріне түсінікті болсын деп. Сол жиналысқа кірердің алдында этностың өкілдері отырады ғой. Сол неміс этносының, Кавказдың бірнеше өкілдері, казактар, кәрістер отырды солай. Олардың басшыларымен танысып сан жерде сөйттік. Сонда осы сұрақ қойылған кезде мен айттым, это самое мудрое решение президента деп. И этот указ нужен не казахам, это нужно этносам нашим, чтобы они знали истинную правду о своем появлении на казахской земле. Сосын айттым, жаңа мысалы мынау неміс этносының басшысы сізбен таныстық. Сіздің халық қай күнді черный четверг деп атайды? Айтасыз ба? Ол кісін деген жоқ. Ана қасыңызда отырған кісілер мүмкін білетін шығар. Мүмкін осы дөңгелек столға қатысып отырғандар білетін шығар. Ешкім білмейді. Білмейсіздер, өйткені себебі бұл туралы оқулықта жазылмаған деді. Бұл туралы баспасөзде айтылмайды. Ол жабық тақырып болған дедім. Сондықтан білмейсіздер, сол шындықты білмегеннен кейін, қазіргі жас толқын әрине наразылық білдіреді. Ал черным четвергом немецкий народ называет 28 августа дедім. Өйткені тап сол күні Мәскеуде сіздердің автономияңызды жою туралы жарлық шыққан дедім. Бір сөткеннің ішінде сіздерді қолға түскен құжатты ғана алып, қандай вагондарға тиеп, қай жаққа жібергенін білесіздер ғой. Енді мына жарлықтың арқасында бүкіл тарихи құжаттарға сіздер қарай отырып, өз тарихтарыңызды біле аласыздар, ұрпақтарыңызға айтасыздар. Сосын мен осында келер кезде Карис халқының форумына қатыстым. Сонда баяндама жасаған кісі айтты, Карис халқының 1000 адамының 800-інің жоғары білімі бар деді. Білесіздер ме, таяу шығыстан бері қарай жер аударылған кезде Карис халқының 50%-ын Сібірге, 50%-ын Қазақстан мен Өзбекстанға жіберген. Сібірге жіберілгендердің 10% ғана аман қалғанда, Қазақстан мен Өзбекстандағылар 90% аман қалған. Қазір 1000-ның 800-і жоғары білімді болып отыр. Қалай ойлайсыздар? Осындай нәтижелер үшін, аман қалған үшін, өсіп өнген үшін, жоғары білім алған үшін, қызмет істеген үшін қазақ халқына алғыс айтуға тұра ма, тұрмай ма? Сосын жаңағы неге де айттым, әр кавказдықтарға бәріне айтып шықтым сондай. Сосын мен айттым, мен сіздерге кеңесім, ол заман өтті, бұрынғы жабық тақырып болған. Енді
мына келер ұрпағымыз шынайы тарихын білсін, история депортация білсін. Ол жағдай қайталанбау үшін де сол нәрсені білу керек олар. Сондықтан мынау жарлықтың шыққанына қуаныңыздар сіздер деп. Сондай болды. Сосын одан келгеннен кейін мен бірден мақала жаздым. Алғыс айту күні ол қандай мереке, егемен Қазақстанға ол 18 жылғы 1 наурызға шықты. Содан кейін ол қаншама сайттарға кетті. Ана Қазақстан тарихы неде өзіне салып қойды қаншама жерге. Өйткені алғыс айту жалпы адамзатқа тән нәрсе. Ол анау 1646 жылы мынау Американы отарлаушылар мұз құрсауында қалғанда жергілікті халық оларда қарсы шығып, алдарынан шығып, көрпе тауықтарын пісіріп әкеліп, тамақтарын әкеліп, үйлеріне лашықтарына кіргізіп аман сақтап қалған ғой. Сосын соған риза болғандықтан день благодарения дейді олар. Біздікі благодарность қой. Сөйтіп сол күнді олар атап өтеді үнемі содан бері. Ал одан кейін президент Вашингтон оны ұлттық мереке ауыстырған. Күні бүгінге дейін айтады. Неге? Сол күнді сондай жағдай болған, сондай жағдай болған кезде адамдар ұлт, ұлыс, дін деп бөлінбей адам деп, адамның адами болмысы жоғары шығады да, сөйтіп өзінің адами бет бейнесін көрсететін әрекеттер жасайды. Сондықтан сондай мереке бар о жақта. Қашан 1640. Одан кейін мынау таяу шығыс елдерінде егін сұрайтын, жаңбыр сұрайтын, сол үшін жаратушыға алғыс айтатын, күнге алғыс айтатын, жаңбырға алғыс айтатын, бұлтқа алғыс айтатын да мерекелер бар. Иә, біраз халықтарда бар, американдықтарда солай бірінші жаңағы Аллаға, Құдайға деген алғысы жаңағы дінмен байланыстырады, бірақ мынау мысалыңыз өте қызықты. Бұл мысалды мен естімеппін, жаңағы осындай жағдай болып сонымен байланыстыратын. Өйткені көптеген әдебиеттерде сол Құдайға сенімділік арқылы түсіндіреді пайда болған осы күннен. Не, ол да дұрыс қой, енді бір жаратушыға бәріміз де бас иеміз. Бірақ қазіргі кезде бізде әсіре діншілдікті басып бара жатыр ғой. Сондықтан мен мынау мақаланы жазу барысында ғалым болған соң білесің, іздейсің бәрін, қазып, қай жақта, қай мемлекетте бар, қайдан шыққан. Содан мен бір 15-20 мысал таптым. Және әдейі мына жер шарының әр жеріндегі мемлекеттерден алдым соны. Сөйтіп, оның ар жағында олар мысалы жерге, суға, жаңбырға, бұлтқа емес, біздікі адамға алғыс айту. Өйткені қазақ тағы да адамның күні адаммен деген. Иә, адамның күні адаммен. Көп рахмет, әңгімеңіз өте қызықты, уақытымыз да өтіп бара жатыр. Менің тағы бір сұрағым бар еді сізге, осы тақырыптарыңыз, жаңағы әңгімелеріңіз әйел тағдырымен байланысты деп айттыңыз. Өзіңіз қалай ойлайсыз, қазіргі қоғамда жалпы біздің ананың құндылығы, ана әрине ең бастысы құндылық ол баласы деп айтамыз, отбасы деп айтамыз, бірақ заман өзгеріп жатыр. Қалай ойлайсыз, осы жағдай өзгерді ме? Тағы басқа құндылықтар бар ма қазіргі аналардың бойында? Енді ана үшін бала деген ол өмір бақи өзгермейтін құндылық қой. Ал бірақ заман өзгерген сайын адамдардың құндылықтары да өзгереді. Жақсы жаққа да, жаман жаққа да бұрылып кететін елдің жағдайлары бар. Сондықтан қазіргі кезде мына Қазақстан Халқы Ассамблеясының жанында аналар кеңесі бар екенін айттыңыз ғой. Біздің мәдениетті ана, мәдениетті ұлт деген жобамыз бар. Ол неден бастау алады? Мынау Мұхтар Әуезовтің 1917 жылы жазған адамдық негізі әйел деген мақаласы бар. Сонда айтады, қысқаша айтатын болсақ, мысалы, әкесі не бір ғалым болса да, не бір батыр болса да, бала етегіне оралып әйел шешенің қасында жүреді. Шешеге қарап өседі, шешенің айтқанын істейді. Ол үшін енді сол негізгі дерек көзі, тәрбие көзі сол. Яғни ол үшін балаң жақсы болу үшін әйел жақсы болу. Сонда мына қазір журналистер тағы да жылып алып, ел болам десең бесігіңді үзе, ол үшін әйелді түзе деп соға береді. Ана мақаланы оқымағандар олар. Мен соны оқыңдар деймін. Ол үшін дейді, әйелдің басындағы сасық тұманынан ажырату керек.
ол ана өсек аяңның мынау сондайдың жетегінде жүрмеу керек. Ол көзі ашық болу керек, басы оның ашық болу керек, миы деген сасық тұман деген сол ғой. Оны қазіргі заманға келетін болсақ, мен ылғи айтам, мынау әйел білімді болса, ақылды болса, оның тәрбиелеген баласы ол да сондай болады. Егер әйел үйінде отырып, шешесі отырып, айналасындағылардың бәрін жамандап отырса, министрлерді, жалпы мемлекеттік органдардың басшыларын, билік басындағылардың бәрін жамандап, қарғап-сілеп отырса, бала үшін анасының сөзі шын нәрсе. Бала солай қабылдайды. Бала сондай көзқараспен өседі. Сондықтан қазіргі кезде, мысалы 21-ші ғасыр болса да, бізде әлі де, мысалы мектеп, мен кейде өзім таңғалам, сендер бәрімізде бізде жалпыға бірдей орта білім бар, оқыған адамдарсыңдар ғой, неге бұлай ойлайсыңдар деп кейде таңғалам. Болмайтын, адам басына келмейтін бірдеңелермен қияли болып кетіп қалатын әйелдер бар ғой, және оны сөйтетін тәрбие, көргені өзінің ортасы. Және мына әлеуметтік желіде мынау әйел жаман, анау-мынау деген ер адамдар жазып отырса, мен ол байғұстарды аяймын. Мына байғұстың шешесі сондай болған екен ғой, мына байғұстың әйелі сондай екен ғой деп аяймын. Көрген баққан сондай әйел болса, ол әйел жамандамандық айтеді. Сондықтан әйел жамандап жатқан еркекке мен ренжімеймін, өйткені көрген сол енді. Ал ол өрелі, білімді, мәдениетті анадан тәрбие алса, ол ондай болмайды. Ол керемет азамат болып өседі. Сондықтан қазіргі кезде біз осы мәдениетті ұлт жобамызды ассамблея кеңесіне келгенде мемлекет басшысының өзі қолдады. Онда бүкіл республика болып оны жүзеге асырып жатыр. Негізгі біз соған екпін салып отырмыз. Ана тәрбиелі, мәдениетті болу керек. Өйткені бәрібір тәрбиені бізде әйелдің мойнына асып тастаған ғой. Жерден ер адамдар жұмысбасты дейді, бірақ ол әкетіп баратқан жұмысбастылық деп мен ойламаймын. Мемлекеттік қызметте бізде жүрдік. 30 жыл мемлекеттік қызметте жүрдім. Сондықтан білемін. Сондықтан қандай жұмысбасты болсаң да, балаңа күніне жарты сағат уақытта оқу керек. Сондықтан енді осы біздің көрермендерге өзіңіздің тілегіңізді айтсаңыз, және мүмкін оларға да ой салатын идеяларды айтсаңыз. Қымбатты менің көрермендерім, мынау бәлкім мен жас адам болсам, бүйтіп қатты сөйлемес педім. Бірақ енді Құдайға шүкір, бірталай жастың биігіне көтерілгеннен кейін, өмірдің жақсысында жаманын көргеннен кейін, қиындықтарын өткерген және оны еңсергеннен кейін, сонда қайтсек адам қалада адам болады деген сөз бар. Сондай қиындықтардан адами болмысымды сақтап өткендіктен де мен кейбір кезде батылдау, қаттылау айтатыным бар. Көңілдеріңізге алпаңыздар, оны досшылатып айтады деп қабылдаңыздар. Маған ер азаматтардың ұсақталғаны ұнамайды. Ол бар. Ол қазірге дейін ана жерде, мына жерде кездесіп қалатын, тамақ ішпеп едім, таксиге ақша таба алмай тұрмын деп сұрайтын азаматтарды кездескенде ішім қанжылайды. Құдай-ай, енді жасы ол 17-18 адам емес, ойпырмай, отбасы бар адам ау мынау деп. Ал сосын сондайға үйренеді. Сондай сауда орталықтарының алдында отырған азаматтарды көргенде, сосын соларға бір кішкене үлгі болсын деп, мен өзінің физикалық кемшіліктеріне қарамай жұмыс істеп, және өзі бір жеке кәсіп ашып, және оған басқа адамдарды тартып, өзі сияқты адамды тартып отырған азаматтар туралы жазып тұрам, пост жазып тұрам Фейсбукте. Оқыңыздар. Сонда менің мынандай қатты айтқанымнан ренжісеңіздер, сондай кісілердің істерінен өнеге алыңыздар. Қымбатты менің қыздарым, қымбатты менің келіндерім, сіздер
мынау еркін сөйлеуді, ашық сөйлеуді, ойын ашық айтуды мынау долылықпен, қазақша айтады ғой бір көкпеттік деп, сонымен шатастырмаңыздар. Мысалы қазақ халқы қашанда ол ер азаматын сыйлаған, ер азаматын биік қойған халықпыз. Ал сол егер ол ер азамат мәдениетті анадан өрелі болып туған, өрелі болып тәрбиелеген ер азамат болса, ол қасында жүрген әйелін, жолдасын көтеруге қашанда тырысады. Сондықтан жар таңдағанда қателеспеңіздер, байлығына қызықпаңыздар. Міндетті түрде оның ой өресіне, тәрбиесіне қараңыздар. Кедей екен деп ойламаңыздар, ертең ақшарлы бай болады. Ал екінші айтарым, көп айтып кетті деп ренжімеңіздер енді. Қымбатты жастар, отбасын құруға жауапкершілікпен қараңыздар. Отбасын құру ол тек қана бір айлық бал айы емес. Махаббат деген нәрсе, менің бір әңгімемде бар, ол жанып атқан от сияқты. Оған екі адам жан жағынан шоқ тастап отырмаса, ол сөніп қалады. Бір адам ғана отты жағып отырса, шаршап қалады. Міне осыны мынау неке куәлігін алардан бұрын, соған алуға өздеріңіздің өтініштеріңізді жазардан бұрын бір-біріңізді қолдай аласыздар ма? Еңбектене аласыздар ма? Отбасын сақтау ол еңбек. Сөйте аласыздар ма? Соны ойлаңыздар, сосын барып әдемі жақсы отбасын құрып, Қазақстанның жақсы азаматтарын тәрбиелеп, елімізді дамыған, жұрттың бәрі армандаған мемлекет болуына сіздердің ұрпақтарыңыз және өздеріңіз үлес қосыңыздар. Жақсылық тілеймін бәріңізге. Көп рахмет. Қандай керемет тілектер. Камала Абылкасымовна, сізге көп рахмет. Бүгін уақыт тауып келіп біздің көрермендерге осындай өзіңіздің әңгімеңізді айтқаныңызға. Көрермендерге де айтатыным, Камала Абылкасымовнаның әңгімелерін оқып жүріңіздер. Өйткені қазір қоғамда болып жатқан туралы көп нәрсені білесіздер, және мүмкін ішкі дүниелеріңіз де ашылмай жүрсе, осы әңгімелер арқылы да мүмкін бір сұрақтарды тауып қаласыздар. Көп рахмет. Құрметті біздің көрермендер, тыңдаушыларымыз және жазылған бізге азаматтар, сіздерге көп рахмет. Уақыт бөліп бізге қарағандарыңыз үшін. Және де біздің подкастымыз, тағы да айтып өтейін, тамырлас деп аталады. Ал тамырластың мән мағынасын бүгін бізге Камала Абылкасымовна өте жақсы кең таратып айтып берді. Көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.